Қайырлы күн 8 сынып білім алушылары. Дүниежүзі тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында елдер арасында қандай келісімшарт қарым-қатынастары қалыптасты деп аталады. Сабақтың барысында сіздермен бірге екінші дүниежүзілік соғыстың себептерін талдайтын боламыз. Екінші дүниежүзілік соғыс адамзаттың демократияның маңыздылығына және адамның өз қателіктерінен сабақ ала алатынына қатысты қаншалықты жаңсақ пікірде болғанын көрсетті. Зұлымдық пен өшпенділік, мейірімділік пен құрметтің орнын басты. Адамның демократиялық құқықтары мен бостандықтары аяққа тапталды. Бірінші дүниежүзілік соғыстың аяқталғанына бар болғаны 20 жыл өтсе де, мемлекеттер соғысқа дайын тұрды. Мұндай жағдай көптеген себептердің жиынтығынан туындады. 1929-1933 жылдардағы экономикалық дағдарыс соғыстан кейінгі жүйенің күйреуіне және екінші дүниежүзілік соғыстың басталуына жанама түрде себеп болған маңызды фактордың бірі еді. Оның салдарынан Германияда, Италияда және Еуропаның бірқатар басқа мемлекеттерінде тоталитарлық режимдер орнады. Бұл мемлекеттер империалистік және экспансионистік сыртқы саясатқа жүгінді. 1919-1939 жылдары аралығындағы елдердің бір-бірінің ішкі істеріне араласулар мен басқыншылықтар экономикалық себептерге негізделді. Фашистік билеушілер өз елдеріндегі экономикалық қиындықтарды милитаризация және соғыс қимылдары арқылы шешуге ұмтылды. Екінші дүниежүзілік соғыстың тағы бір себебі диктатура мен демократия арасындағы идеологиялық қайшылық болды. Германия, Италия және Жапония сияқты ось мемлекеттер диктатураны, соғысты және империализмді қолдаса, Ұлыбритания, Франция және ақш демократияны, бейбітшілікті және Версаль Вашингтон жүйесін сақтауды жақтады. Олардың арасындағы идеологиялық қайшылық дауларды бейбіт әрі теңгерімді жолмен реттеуге кедергі жасады. 1932 жылы Женевада өткен конференцияда Ұлттар лигасына мүше елдер Германиядан қарусыздануды талап етті. Егер басқа елдер осы талапты өздерінен бастамаса, Германия алған бетінен қайтпайды деп мәлімдеген Гитлер Ұлттар лигасына қыр көрсетіп, конференцияны тастап шығып кетті. 1935 жылға қарай қайта қарулану қарқынды жүріп жатты. Германияның әскери әлеуетінің күшеюі француздарды қатты алаңдатты. Олар өздерін қорғансыз сезініп, 1929-1934 жылдары Германиямен шекарада мажина сызығын, яғни Бельгиядан Швейцарияға дейін созылған темір-бетон бекіністер жүйесін салды. Бұл сызық қоршаусыз қақпа деп аталды. Өйткені Германия Францияға Бельгия арқылы оп-оңай еніп кете алатын еді. Ұлыбритания Германияға ұзақ уақыт бойы кешіріммен қарады және тіпті 1935 жылғы маусымда Англия-Германия әскери теңіз келісіміне қол қойды. Келісім бойынша Германия флоты корольдік флоттың 35% мөлшерінде болуға тиіс еді. Гитлер бұл келісімді 1936 жылы Испаниядағы азаматтық соғыста Франконы қолдау үшін пайдаланды. Бұл соғыс неміс әскерлері үшін әскери дайындықтың тамаша тәжірибесі болды. Соғысқа ұласу қаупін көз жұма елемеудің бір мысалы Рейн аймағының демилитаризациядан шығарылуы еді. Гитлер Версаль келісімін екінші рет бұзу тәуекеліне барып, 1936 жылы 7 наурызда 30 000 әскермен әскери шеруге шықты. Сол кезде Франция Германия шекарасында 250 000 әскер ұстаса да ешқандай шара қолданбады. Ұлыбритания болса Германия бұрынғы бақшасына бара жатыр деп есептеді. Рейн облысының ремилитаризациясының маңыздылығын көрсету үшін Гитлер плебисцит өткізді. Сауалнама барысында немістердің 98% оның әрекетін қолдап дауыс берді. Бұдан кейін ол Франция шекарасында Зигфрид қорғаныс желісін сала бастады. Бастапқыда Муссолини Ұлыбританиямен және Франциямен жақындасуды көздеді. Бірақ 1935 жылы
Стрезеде өткізген келіссөздер нәтижесіз аяқталды. Италия Эфиопияға басып кіргеннен кейін Ұлыбритания оған мұнай эмбаргосы мен қоқан-лоққы көрсетті. Бұл жағдай 1936 жылы Берлин-Рим осінің құрылуына алып келді. Муссолини мен Гитлер кейіннен өз одақтарын екі мәрте нығайтты. 1937 жылы қарашада антикоминтерн пактісін және 1939 жылы мамырда Болат пактісін жасасты. Тыныштандыру саясаты басқыншыға жол беру және мақұлдауға негізделген саясат болып табылады. 1937-1940 жылдары Ұлыбритания премьер-министрі болған Невиль Чемберлен Германияға қатысты осындай саясат ұстанды. Ол Гитлердің әрекеттері неміс тілді халықты біріктіруге ғана бағытталған деп есептеді. Гитлер Версаль келісімін бұзған кезде де Чемберлен мұның жаңа халықаралық қақтығысқа әкеліп соғатынына сенбеді. Австриялық фашистер Германиямен бірігуді көздеді. Бірақ Австрия канцлері Курт фон Шушинг елдің тәуелсіздігін сақтап қалуды жақтады. Фашистер Австрияға саяси қысым көрсетті. Нәтижесінде Шушинг австриялық ұлтшыл социалист Артур Зейс Инквартты ішкі істер министрі етіп тағайындауға мәжбүр болды. Зейс Инкварттың ықпалы күшейген сайын Венада тәртіпсіздіктер басталды. Ақыры Шушинг отставкаға кетті. Аншлюс, яғни Австрияны Германия құрамына қосу туралы плебисцитте дауыс берушілердің 99,75% оны мақұлдады. 1938 жылғы қыркүйекте Германия, Италия, Англия және Франция Мюнхен келісіміне қол қойды. Оның шарттары бойынша Гитлер плебисцитсіз-ақ Судет облысын келесі күні басып алуға құқылы болды. Венгрия мен Польша Чехословакиямен шекаралас аудандарды қосып ала алды. Ұлыбритания мен Германия бір-біріне соғыс ашпайтынын мәлімдеді. Англияға оралған Чемберлен: біз ар-намысымызбен бейбітшілікті сақтап қалдық. Заманауи бейбітшілікке қол жеткіздік деп мәлімдеді. Жария түрде Гитлер келісім нәтижесіне қанағаттанғандай сыңай танытты. Бірақ Берлинге қайтар жолда бұл Чемберлен менің Прагаға салтанатты түрде кіруімді бұзып тынды деп ашық наразылығын білдірді. 1939 жылдың жазына қарай Гитлердің Польшаға басып кіру жоспары дайын болды. Бірақ оның көңілінде батыстан Ұлыбритания, шығыстан Кеңестер одағы бұл әрекетке ашық қарсылық таныта ма деген алаңдаушылық басым еді. Сондықтан екі майданда соғыспау үшін ол Германия мен Кеңестер одағы арасындағы пактіні жасасуды ұсынды. Бұл пакт бойынша егер екі мемлекеттің бірі соғысқа кіріссе, екіншісі бейтарап болуға тиіс еді. Гитлер Польшаға батыстан басып кіруге мүмкіндік алды, ал Сталин өз армиясын қайта қаруландыруға уақыт тұтып, Польшаның шығысын иемденуге жол ашты. Пактке құпия хаттама тіркелді. Онда Шығыс Еуропада ықпал ету аймақтарын бөлу қарастырылды. Германияға Литва мен Польшаның батыс бөлігі, ал Кеңестер одағына Эстония, Финляндия, Бессарабия және Польшаның шығысы тиесілі болды. Польша Нарев, Висла және Сан өзендері бойымен екі ықпал аймағына бөлінуге тиіс еді. Хаттамада Польшаның тәуелсіздігі туралы мәселе болашақ саяси дамуға байланысты түпкілікті шешілуі мүмкін деп көрсетілді. 1939 жылғы 23 тамыздағы Молотов-Риббентроп пактісі және 1939 жылғы 28 қыркүйектегі достық келісімі 1941 жылғы 22 маусымда Германияның Кеңестер одағына шабуыл жасауымен өзінің күшін жойды. Тапсырма: алған білімімізді бекіту үшін тест тапсырмаларын орындайық. Дұрыс жауапты белгілеңіздер. Үйге тапсырма: екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында елдер арасында қалыптасқан келісімшарт қарым-қатынастарын IDEA әдісімен талдаңыздар.